Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге королевский тортын пісіретін боламыз. Өте дәмді, әртүрлі 4 түрлі корждан дайындалады. Видеоны соңына дейін көріп, лүпіл басып, комментарий жазып кетіңіздер. Ендеше кеттік. Ыдысымызға 2 жұмыртқаны салып, оның үстіне секерді қосып, ағарғанға дейін араластырамыз. Массамыз ағарғаннан кейін үстіне қаймағымызды салып, миксерлеуді жалғастырамыз. Разрыхлителімізді ұнның үстінде араластырып, ситамыздан 2-ге бөліп, қамырымызға қосатын боламыз. Дайын болған қамырымызды 2-ге теңдей бөліп аламыз. Мен бұл жолы көзбен өлшедім. Біріне мақ қоссақ, енді біріне ситадан өткізілген какао қосамыз. Дайын болған массамызды формаға құйып, менде бұл жерде форма 20 диаметрлі. градуста 25-30 минут пісіретін боламыз. Бұл тестіміз пісіп болғанға дейін екінші қамырымызды дайындайтын боламыз. Дәл манағы 2 жұмыртқа, секер және қаймағымызды қосып миксерлейтін боламыз. Разрыхлительді ұнымызға араластырып, 2-ге бөліп, ситадан өткіземіз. Дайын болған массамызды 2-ге бөлеміз. Бұл жолы біріне кішіміз салсақ, енді біріне грецкий орехымызды қосып араластырамыз. Дайын болған массамызды формаға құйып, бұл жолы 180 градуста 20-35 минут пісіретін боламыз. Дайын болған қамырымызға суға араласқан сахарный пудра мен тесталарымыздың әрбірін пропитка жасап шығатын боламыз. Креміне кірсек, сливкеге 4 қасық сахарный пудрамызды қосып, қоюланғанға дейін араластырамыз. Қою болған кремімізді кондитерлік мешокқа салып, тортымызды жинайтын боламыз. Әркім өз қалауларынша жинаса болады. Мен бұл жолы мақ қосылған тестадан бастадым. ортасына
крем жағып, осы әдісті 4 коржымыз аяқталғанға дейін қайталайтын боламыз. Кремімізді жағамыз. Үстін дұрыстап тегістейміз. Менде соңынан грецкий орех қосылған коржымыз. Осы коржымызды холодильникте кем дегенде 8 сағатқа холодильникке саламыз. Бір-бірімен сіңу үшін. Енді аптяшкасына кірсек, майымызға сахарный пудрамызды қосып, көлемін үлкейткенге дейін араластырамыз және үстіне творожный сырымызды қосып жалғастырамыз миксерлеуімізді. Дайын болған кремімізге мақ қоссақ болады, әркім өз қалауларынша сәндеуіне болады. Міне 8 сағат холодильникте тұрған коржымыз, енді жан-жағын креммен қаптайтын боламыз. Лопатканың көмегімен тегістеп жағып шығамыз. Өз қалауларыңызша әсемдесеңіздер болады. Мен бұл жолы жай ғана бетіне әсемдік ретінде ертілген шоколадты құйдым. Өте дәмді, әртүрлі ингредиенттен құралған корждар болғаннан кейін ауызға салғанда бір ерекше дәм береді. Менімен бірге жасап көріңіздер. Видео ұнаса, лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер. Сіздермен болған Орнай.